Қызылорда облысында Конго Қырым қанды безгегі шығуы мүмкін, қауіпті аймақтар саны биыл тағы да артты. Өткен жылы өңірдегі 98 елді мекен қолайсыз деп табылса, биыл осындай ауылдар саны 116-ға жетті. Осыған орай аймақ басшысы кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстарына 200 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Тақырыпты тілшіміз Нұрлан Жақыпбек толықтырады. Биыл облыстық санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы өңірдегі 268 елді мекенге зерттеу жүргізіп, қауіпті індеттің ошақтарын толық анықтады. Соның нәтижесінде Конго Қырым қанды қызбасының белгісі бар кенелерге қарсы кешенді түрде залалсыздандыру жұмыстары 19 наурыздан басталды. Бүгінде Қармақшы, Шиелі, Жаңақорған аудандарында кенеден келетін кеселдің алдын алу шаралары қарқынды жүруде. Соңғы 2 жылдан бері қолайсыз елді мекендер қатарына қосылған Қожакент ауылында да дертке төтеп беру үшін 4 түлік түгел егілуде. Қожакент ауылдық округі бойынша компьютерлік дерек қорда 4 түлік малдың мүйіздер қара 2262 бас, жылқы 750 бас, түйе 5 бас, уағымал 2013 бас. Осы 4 түлік малдарға қарсы жылда жұқпалы ауруларға вакцинация бөлінеді, 9 ауруға қарсы. Сол уақытында емделіп жатыр. Қатерлі вирусты жұқтырған кенелерге қарсы күрес тыңғылықты түрде жүргізілмесе нәтижесі болмайды. Өйткені Конго Қырым қанды қызбасының вирусын тасымалдаушы зиянкестердің таралу аумағы жыл өте артып келеді. Сондықтан мамандар заманауи құрылғылар мен жаңа әдістерді қолға алды. В этом году у вас в области впервые применяем новые технологии. Қызылорда өңірінде биыл алғаш рет кенелерді залалсыздандыру жұмысына жаңа технология қолданудамыз. Соңғы үлгідегі термогенератор арқылы дәріленген бу бөлініп, қора қопсының іші түгел қамтылады. Осылайша қансорғыш зиянкестердің көзін жоюда тиімді тәсілді қолға алдық. Қолайсыз елді мекендер санатындағы 116 ауылдың төңірегіне індетке қарсы дәрі-дәрмек себіледі. Қауіпсіздік белдеуін жасауға білікті мамандардан құралған арнайы 2 топ жұмылдырылды. Ауылдан сырт далада орналасқан жеке шаруашылықтардың малдарында қамтып отырмыз. Ал дәрі-дәрмектерге келетін болсақ, біздер 5% перетроид бар. Оның тиімділігі де өте жоғары болып келеді. Облыс аймағында 11 бригада жұмыс жасап жатыр. Жұмыс график бойынша жүргізіледі. 2012 жылы Конго Қырым қанды қызбасына 8 адам шалдықса, өткен жылы 1 адам осы кеселдің шырмауына ілікті. Ал жақында облыстың бір тұрғынын кене шаққан болатын. Абырой болғанда қансорғыш зиянсыз екен, аман қалды. Биыл қауіпке қарсы дер кезінде қамдандық, демек оңды нәтиже беруі керек дейді мамандар. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтпанбетов, Қызылорда облысынан.